Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін бір идеямен бөліскелі жатырмын. Мындай шлангыдан капельный полив шлангыны осы автоматический суғару. Бұл жағдайда біздің қолымыз едәуір босап қалады. Әрине бұл өте әлсіз способ. Себебі біздің капельный поливіміз салафан неден жасалған соң өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Тесіліп қалу қаупі бар. Ол үшін біз үлкен шланга келді. Мына жақта переходник және осы жерде капельный поливтің несі будандасқан. Сосын мынандай декоративный шеге деп айтамыз. Осы капельный поливтің тура тұсынан осылай мен шегемен осылай до конца тестім. Осы жерде өз пластмасы болады екен мына жерде. Сол пластмасты тесіп өттім дағыны аккуратно. Себебі егер шеге қатты кетіп қалатын болса, мынау нені тесіп өтеді екенбіз. Жаңа қазір көрсетем, о қалай болды. Мен қазір қалай тескенімді айтайын. Осы шегені алып, қарасаңыздар, капельный поливтің өзінің мына жерде астында пластмасы болады. Осылай шегемен ұстап, міне осылай тескен кезде біз мына бетіне өтіп кетіп жатырмын. Осылай басында алғашқыда көп өтіп кете берді. Сосын мен алып, мынандай бір ағаш алдым және осының ішіне салдым. Осыны ішіне салып, жаңа жеріне қойын. Сәл осылай түскен кезде сәл түсіреміз. Осы тесіктің турайын ақ білеміз жаңағы ағашты. Мінекей. Қазір ағашына тура тесіктің түбінде тұр. Енді қорықпастан тесе берсек болады. Мінекей, мен тесіп шықтым. Жаңа ағашқа тірелді шеге. Мына беттен ешқандай өткен жоқ. Ағаш бізді как қалқан ретінде жаңағы шеген ұстап қалды. Енді болды. Тесігі дайын болды. Осылай сәл үлкейтіп, әдемілеп қойып, дальше пәске қарап осылай кете береміз. Егер ағашсыз жасайтын болсақ, жаңағыдай көп жағдайда қосымша жаңағы нені тесіп өтетін боласыз. Сондықтан ағаш қойып, егер кімде осылай жасайым дейтін болсаңыздар, ағаш қойып осылай тессеңіздер болады. Мінекей. Болды. Мінекей, барлығы бізде су бияқа ататын болса, мына жерде өзгеше болып басқаша мынаға тесілген шлангы. Көрдіңіз ба, мына жан басынан шлангы тесілді, өте әлсіз болады екен. Атак бізде осылай тамшылап суғару жүзеге асуда. Бұның напорын колонка арқылы қадағаласа болады екен. Колонканы сәл қатты ашатын болсам, су сәл алыстау шашылады. Осындай бір бүгін эксперимент жасауды ұйғарып, сіздермен бөлісуге бел буған сәтіміз. Шуалшандардың жағдайы жақсы. Өткенде естеріңізде болса, осы жерлерге 5 есе көбейткен болатынмын. Кеше ашып көрдім. Шубалшандар, ортаға тасталған шубалшандар жан жаққа не істеп жатыр? Көшіп жатыр. Қазір көрсетейін. Мінекей, мен қазір ортасына ашып жатырмын. Ортада да бар. Мінекей, нелер көрсе болады. Сосын олар шетінде де бар. Үлкендері, үлкен шуалшандар ана шетке ығысуда. Жаңа көнге шығып жатыр. Енді үлкендерге бұл жаңа көн өте жақсы. Бұлар будандасып, мінекей, қарасаңыздар, мына жерде қазір тауып алдық. Мінекей, екі шубалшан будандасып, осы жаңа көнге өз нелерін тастап кететін болады.
кокондарын тастайтын болады. Құдай қаласа бұл жерде де көбею процесі жақсы жүруде. Бұлай мен 5 есе көбейткенім жақсы болған екен. Көп шұбалшандар жаңағы уже свежий жақа бар. Бұл жерде азық көп және олар өзін жақсы сезінуде. Көп жағдайда осы ортадағы өзінде болған көңнен шетке шығып жатыр. Осымен бүгін видеоны тамамдайық. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Шұбалшан 0-ден каналымызға қош келдіңіздер.